Mana niyeket ne үшін? Niyeket sol үшін. Мінекей. Kez gelgen jigit, kez gelgen kыздың қолынан ұстай алмайды, арам болады. Kez gelgen jigit, kez gelgen kыздың бетіне сүйе алмайды, арам болады. Көшеде жүр анау. Бірін-бірі амандасса шалпылдасып жалап бердің бірінің бетін. Болмайды ол, некесіз болмайды жолауға. Болмай ма? Сондықтан міне дұрыс. Бірінші некелеріңді қидырып, үйленіп, үйлі жайлы болып, қолынан ұстап жүрсең болады, бетіне сүйіп жүрсең болады. Енді бұл некенің өзінің шарттары болады. Бірінші шарт, неке қияйын деп отқан адамның өзі мұсылман болу керек. Енді мен имаммын, мешіттің жаңағы молдасымын. Ал енді қидырып отқандар да мұсылман болу керек. Мысалы, сен мұсылман болып, келін мұсылман болмай қалса, онда болмайды, қиылмайды. Мұсылманға кіріп, сосын бар. Немесе келін мұсылман болып, сен мұсылман болмасаң, онда да қиылмайды неке. Сондықтан екеуіңде мұсылман болуларың керексіңдер. Мен сосын бірінші сұрағым. Мұсылмансың ба? Конечно, мұсылманмын. Ей, тоқта, сен жөндеп тыңдасай, мен не айтып отқан тыңда. Мұсылмансың ба? Иә, конечно, мұсылманмын. Ой, мынауың қандай? Ей, мұсылмансың ба дегенде не де керек? Мұсылманмын деу керек. О, ақымақ. Ал, немен дәлелдейсің ал? Ой, 7 жасымызда не қылды ғой? Сүндеттеді ғой. Сонда сүндеттелсе, мұсылман бола бере ме адам? Енді мұсылманмын ғой мен енді, мұсылманмын. Ақымақ. Ай, келін, сен мұсылмансың ба? Мұсылманмын. Ой. Ай, не де керек мұсылмансың ба дегенде? Мұсылманмын. Мұсылмансың ба? Мұсылманмын ғой. Немен дәлелдейсің ал? Ой, молдеке не шеш дәлелдей ма, көрсетей ма? Астағфираллах. Кәдәр. Ақымақ. Ал, сен шеш дәлелдейсің ал. Келін қалай дәлелдейді ал? А? Ойланбайсың ба? Келін өзгерсің ғой, келін. Мұсылмансың ба дейме, ей? Ой, мұсылманмын деп айттым ғой, не деймін, не істеймін, қалай дәлелдеймін енді? Ой, әлхамдулилля деп айтады мұсылман. Немен дәлелдейсің дегенде? Ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулла деп айту керек. Ақымақты. Бар, кеттіңдер бар, дайындалып келіңдер. Бар. Осыны үйретпеген ата-аналарын кінәлі сендердің. Ой. Шөлдеп кеттің ғой.